Hi everyone, welcome back. How are you today? Баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Каналға видео жүктемегелі көп болды, сондықтан бүгін мен сіздерге past continuous деген не және оны қалай қашан қолданамыз осы грамматиканы түсіндіргім келіп отыр. Past continuous деген, яғни past деген өткен деген мағынаны білдіреді, continuous деген созылмалы деген сөз, яғни өткен жақтағы созылмалы іс-әрекеттер. Оны біз қалай құраймыз сөйлемдерді, Мысалы, оның негізгі құрылу, жасалу, сөйлемді құрау жолы subject plus was, were plus verb ing. Яғни зат есімге was, were деген көмекші етістікті қосамыз және негізгі етістікке ing жалғаймыз. Естеріңізде болсын, continuous формасы кез келген шақтың continuous формасында біз етістікке ing жалғаймыз. Енді мысал келтірейік, I was cooking dinner at 7 o'clock yesterday. Мен кеше сағат 7-де кешкі ас пісіріп тұрдым. Я готовила ужин в 7 часов вечера вчера деген сөйлем, Енді сіз көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде мен уақытты көрсетіп тұрмын. Яғни кеше сағат 7-де не істегенімді айтып тұрмын, Егер де мына жерде мен уақытты алып тастайтын болсам, тек қана кеше деген сөзді қосатын болсам, онда ол тек қана жай өткен шақ болып кетеді, I cooked dinner yesterday болып кетеді ол кезде. Мен уақыт аралығын көрсетіп тұрмын, сондықтан ол іс-әрекетіміз біздің процессте болғандығын көрсетіп тұрмын, сондықтан мен оны past continuouspен айтып тұрмын, Енді was бен were деген ол to be етістігінің өткен шақтағы формасы, яғни present continuous'та, яғни осы шақтың созылмалы іс-әрекетін айтатын кезде біз am, is, are және verb ing де жалғайтын болсақ, ал past continuous'де біз оны was, were қыламыз, Was деген I, he, she, it пен қолданылады, ал were дегеніміз you, we, they мен қолданылады. Енді I was cooking деп айтып кеттім, енді were мен қолданып көрейік, Ол кеше сағат 7-де телевизор қарап отырды. Сен деп айтайын, You were watching TV at 7 o'clock yesterday. Яғни сағат 7-ден бастап, қандай уақытқа дейін белгісіз, бірақ 7-ден бастап мен кеше кино қарадым, телевизор қарадым деген сөз. Сен кеше қарадың, you дедік қой. Бұл болымды сөйлем. Ал болымсыз сөйлемді қалай шығарамыз? Яғни болымсыз сөзді білдіретін ол not деген сөз, естеріңізде бар, оны мен білем. Сондықтан мына жерде айта кететін нәрсе, біздің ағылшын тіліндегі грамматикада болымсыз сөйлем мен сұраулы сөйлемді шығару үшін біз оның осы беріліп тұрған шақттың көмекші етістігін білу керекпіз. Яғни past continuous'та көмекші етістік was бен were деп айтып кеттім, сондықтан біз not'ты осы was, were-ге жалғаймыз, Яғни мен кеше сағат 8-де кешкі ас пісірген жоқпын. I was not, немесе I wasn't, қысқартылған түрі, I wasn't cooking dinner at 8 o'clock yesterday. Мен кешкі ас пісірген жоқпын, мысалы мен басқа бір деңесемен айналыстым, Немесе you were not watching TV at 7 o'clock yesterday. Сен кеше сағат 7-де, кешкі 7-де телевизор қараған жоқсың. Ал сұраулы сөйлем қалай болады? Сұраулы сөйлемде, яғни бұл жердегі біздің көмекші етістігіміз was бен were-ді біз алдыға қарай шығарып жібереміз, Мысалы, was she cooking dinner at 8 o'clock yesterday? Ол кеше сағат 8-де кешкі ас пісірді ме? Деген сұраулы сөйлем. Ол пісірді деп айтатын болсақ, yes, she was деп айтамыз. Немесе жоқ деп айтатын болсақ, no, she wasn't деп айтамыз. Немесе сен кеше сағат 8-де телевизор қарадың ба? Were you watching TV at 7 o'clock yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Неге мен жауабына I деп айттым? Себебі сұраулы сөйлем лично, мысалы, маған қойып тұрса, мен сен деп қойып тұрмын, were you деп. Сондықтан, сен болдың деп емес, сұрақ сізге тікелей қойғандықтан мен өзіміздің атымыздан жауап береміз,
no, I wasn't немесе yes, I was деп. Окей? Және бір айта кететін нәрсе, past continuous көбінесе бізде осы ағылшын тілінде күрделі сөйлем құрастырған кезде ол past simple мен бірге жүреді, яғни бір әрекет процесте болады, яғни ұзақ жасалған іс әрекет процесте болған, соны екінші әрекет тоқтатқан болады. Яғни одно действие помешало другому действию деген сөз ғой. Мысалы, қалай айтамыз? My mom was cooking dinner when the phone rang. То есть менің мамам тамақ пісіріп жатырғанда, тамақ пісіріп тұрды, телефон шырылдаған кезде деген сөз. Яғни мен сізге қазір тікелей аудармасын айтып тұрмын, яғни телефон шырылдаған кезде менің мамам тамақ дайындап жатырды, яғни кешкі ас. Яғни осындай сияқты мысалы грамматикадан тапсырмалар келсе, қандай шаққа қоярыңызды білмесеңіз, сіз бірінші қандай іс әрекеттің процесте болғандығын анықтап алу керексіз. Яғни бұл жерде телефон шырылдады мен мамамның тамақ пісіріп тұрған әрекетінің қайсысы процесте болды деп ойлайсыз? Әрине, мамам тамақ пісіріп тұрғаны, ол іс әрекет ұзақ істегені, ол процесс, Сондықтан біз осыны past continuous'ке қойып жүреміз да, ал ол әрекетті тоқтатып жүрген екінші әрекетті біз past simple'ға қойып жүреміз. Сонда мына сөйлемге қайтадан қарайық, My mom, яғни ол she деген сөз. Сондықтан мен was қойып тұрмын. Was cooking dinner when the phone rang. Яғни rang деген етістік, ring деген етістіктің өткен шақтағы формасы, сондықтан мен rang деп жаздым. Немесе мен үй жұмысын жасап отырғанда папам кіріп келді. Яғни бұл жерде қандай әрекет процесте болып тұр? Сіздің папаңыздың кіріп есікті ашып қалғаны емес қой, сіздің үй жұмысын істеп тұрған әрекетіңіз процесте болып тұр. Яғни ұзақ болған нәрсе деген сөз. Яғни I was doing my homework when my father came into the room. Came into деген come into'дан шығады. Come деген бірінші формасы, came оның өткен шақтағы формасы. Come into, яғни кірді деген сөз. Немесе тағы да айтатын нәрсе, екі процесте болған іс әрекет, яғни екі іс әрекет бір уақытта болса, ол кезде біз әрине екі past continuous'ты қоямыз екеуіне де. Яғни мен тамақ істеп жатырдым, ал ол үй жинап жатырды. Немесе мен үй жұмысын жасап отырған кезде ол кешкі ас дайындап тұрды мысалы, яғни екі іс әрекетте бірдей процесте болуы мүмкін. Яғни оны қалай айтамыз? Мысалы, I was doing my homework while she was cooking dinner. Немесе the dinner деуге де болады. Яғни I was doing my homework. Мен үй жұмысын жасап жатырдым. While деген сөз пока деп аударылады. Яғни в то время как деуге де болады. Яғни мен үй жұмысын жасап жатырдым, ал ол сол уақытта, яғни ол кешкі ас дайындап жатырды, дайындап тұрды. Окей? Яғни мына жерде тағы бір айта кететін, қорытындылайтын нәрсе, past continuous'та бізде үнемі уақыт көрсетілу керек. Яғни ол обязательно сағатты уақыт емес, сағат 8-де 7-де емес, сонымен қатар ол кеше осы уақытта деген сөз болуы мүмкін. Кеше ол осы уақытта телевизор қарап отырды. Кеше ол осы уақытта үй жұмысын жасап отырды деген сияқты временной көрсететін уақыт көрсеткіші болу керек. Мысалы, жаңағы айтады бір сөйлемді аударып кетейін тағы да. She was doing her homework at that time yesterday. Ол осы уақытта кеше үй жұмысын жасап отырды. Осымен сабағымыз аяқталды. Мен past continuous тақырыбы сізге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Okay, thank you very much for your attention. Goodbye.